Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең оңай жолмен самса жасау рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға 250 мл жылы су құямыз. Үстіне 1 шай қасық қант және 2 шай қасық ашытқыны салып араластырамыз. Үстіне кішкене ұн саламыз. Үстіне 1 жұмыртқа және 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. 50 грамм ерітілген сары май қосамыз және ұнды біртіндеп қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды асхана үлдірімен жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Салмасы үшін 400 грамм етті ұсақтап тураймыз. Пиязды да ұсақтап тураймыз. Үстіне 1 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка және 2 ас қасық май құйып араластырамыз. Нанды 3 бөлікке бөлеміз. Қамырды жұқалап жаямыз. Қамырды оқтауға орап, видеода көрсетілгендей етіп, жиырып түсіреміз. Ортасына салманы салып, қамырдың бетін жауып, ортасынан кесеміз. Самсаның үстін жұмыртқаның сарысы мен сүттің қоспасымен жағып шығамыз. Үстіне күнжіт дәндерін немесе макты себуге болады.
200 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.